Құрметті оқушылар, бүгін 8 сыныптың алгебра пәнінен квадраттық функция тақырыбын қарастыратын боламыз. Бұл ең күрделі тақырыптардың бірі, сондықтан подписаться етіп жазылуды ұмытпаңдар. Квадраттық функцияда y тең a x минус m-нің квадраты, y тең ax квадрат плюс n, y тең x минус m квадрат плюс n түріндегі квадраттық функциялар, олардың графиктер туралы қарастыратын боламыз. Яғни квадраттық функция x өсімен, y өсімен қалай жылжиды, сол бойынша барлық а в c есептері түгелдей шығарылған. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Барлығын ашып қарастырып көре аласыңдар. Егер түсініксіз болып жатса, видеоны біраз қайталап көрулеріңе болады. Және осы каналға подписаться етіп тіркелуді, ұнап жатса лайк пен комментарий қалдыруды, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Егер подписаться етіп жазылсаңдар, тақырып бойынша 8 сыныптың барлық тақырыптары бойынша жаңа сабақтар сендерге бірінші болып көрінетін болады.